Қазір мені әуежайда отырмын. Сонау ұлы сапарға аттанғалы отырмын. Ұшаққа отырайын десем, бір жағынан қорықтым. Өйткені көріп отырсыздар, қазір Эмиратта, жалпы Сауд Арабиясында мынау араб түбегі дейміз ғой. Сол жерде қатты су тасқыны болып жатыр. Тура сондай су тасқыны біздің білесіздер 10 өңірде болып жатыр. Орталық, солтүстік, батыс дегендей. Оның барлығы бекер емес қой. Сіздер білесіздер ме? Араб түбегі, мынау пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келгелі бері исламнан басқа ешқандай дін болмаған. Бірақ міне соңғы кездері ол араб түбегінде не ашылды? Білесіздер, буддистің шіркеуі ашылды. Жезөкшелік дамыған. Жақын арада мынау Сауд Арабиясында өмірі болмаған арақ сатыла бастады. Шариғатымызға мүлдем қайшы келетін ойындар араб елдерінде, сол Эмиратта, барлық жерде болып жатыр. Осының салдарынан көріп отырсыздар, қандай катаклизмалар, яғни табиғи апаттар болып жатыр. Біздің елімізде де сондай нәрсе болып жатыр. Бекерден бекер емес. Елімізде білесіздер, қазір гейлер пайда болды. Лесбиянкалар қатты дамып жатыр. Ата-ананы құрметтемей, ата-аналарын қарттар үйіне апарып жатыр. Жетімдеріміз көбейіп жатыр. Осының бәрінің бекер деп ойлайсыздар ма? Білесіздер, Құранда Алла Тағала не дейді? Менің әмірімсіз дейді, бірде-бір жапырақ талдан құламайды дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұның барлығы Алланың әмірімен болады. Бірақ Алланың әмірі ол немесе сынақ болады, немесе бізге берілген азап болады. Өйткені Алла Тағала кейбір құлдарының тазарылуын о дүниеге қалдырып қоймайды. Бұл дүниеде де алады да. Бірақ бір адамның қателігін екінші адам көріп тұрып үндемесе, ол адамда сондай азап алады екен. Сондықтан да біздің қоғамымызда қазір не нәрсе болып жатыр? Маған жоқ, менің қызым аман, менің ұлым аман деп бейжай қарауға болмайды. Біз соған атсалысуымыз керек. Ананың, көршінің баласы бұндай болып жатыр екен, көршінің қызы мынандай болып жатыр екен, туысқанның баласы бұндай болып жатыр екен деп біз уайымдап соған амал әрекет жасауымыз керек, түзетуіміз керек. Ал егер де бейжай қарап отыратын болсақ, оларға түскен азап бізге де түседі екен. Біз мынау жан-жағымызды қарайық ағайын. Бұның бәрі бекер емес. Кейбір апаларымыз осы судың бетін қайтарамыз деп ұршықты кері иіріп жатыр. Ұршықты емес, сол суға алдын ала қамтамасыз етпеген ұрлықшы шенеуніктерді бетін қайтару керек. Қасиетті Мекке Мединаға бар елімізге, халқымызға әлбетте дұға жасаймыз. Дұға жасау бөлек, бірақ кегесінде сол судан зардап шеккен халыққа бір қол ұшымызды созып бір көмектессек деген ниетіміз бар. Оны да болашақта өздеріңізбен бірге жасаймыз, Алла қаласа.